Достар, осы видео басылмай тұрып, менің екінші каналым ұсынайын дегенім. Ол жерде мен тек қана қорқынышты оқиғалар шығарып тұрамын. Менің соңғы видеома комментариясына плюс қойып кетейік. Сонда мен кімнен келгенін біліп отырамын. Осылай плюс деп қоя беріңіздер. Ал енді ссылкасы описанияда болады. Біздің активті көрсетейік. Ал енді оқиғамызды бастаймыз. Сәлем, менің есімім Вероника. Мені өзімнің туған анам мені өлтіруге тырысты. Херсон қаласында мен туылдым және өмір сүрдім. Бірақ бұндай жағдайлардан кейін басқа қалаға кетуге тура келді. Мен 14 жастамын. Сіздерге айтайын деп отырған оқиғам 1 жыл бұрын болды. Кішкентай кезімнен керемет отбасында өмір сүрдім. Мен мектепке бардым және менде қиын мәселелер шыны керек болмады. Менде бәрі болды. Бірақ әке-шешем бір-бірімен қатты ұрыса бастады. Әкем үйге кеш келетін, кейде мүлдем келмейтін деді. Мен өте қатты жылап, не болып жатырғанын түсінбедім. Менің анам қатты жылады. Бірақ ол маған бәрі жақсы екенін айтты. Бірақ кейіннен әкем басқа елді жақсы көріп, және ол бізден кететіндігін айтты. Мен әкемнің кеткенін қаламадым. Бірақ анам екеуміз бірге тұратындығын айтты. Олар айырылысты. Мен анаммен тұрып, әкем бізге ақша төлеп тұратындығын сотшы айтқаннан кейін біз басқа пәтерге көшіп кеттік. Және де бұның барлығы маған ұнамады. Анам үнемі жылап, жұмысқа барудан қалды. Мен оған көмектескім келді, бірақ ол менен қашып кете берді. Анам екеуміз 3 ай бірге тұрып келеміз, бірақ ол әлі жылайды. Бір күні мектептен үйге келгенімде мен танымайтын әйелдермен отырғанын көрдім. Олар қатты шулады. Әрі қарай осындай жағдайлар көп бола бастады. Кейде әйелдермен, кейде тіпті еркектермен отыратын еді. Ешкім келмеген кезде ол өзі отыратын еді. Мен анамды бұндай болмау керектігін айттым, бірақ ол маған ұрыса берді. Бізде ақша болмады. Анам жұмыс жасамады, ал мен тым кішкентай болдым. Біз әкемнің берген ақшасына күн көрдік. Кейіннен анам үйден заттарды ала бастады. Ваза, сырға, тіпті теледидар. Үй қаңырап қалды. Мен анама көмектесе алмадым. Мен әкемді табуға тырыстым. Нәтижесі болмады. Ал телефон менде болмады. Себебі анам оны да алып кеткен еді. Бір күні ол әдеттегідей бөтен еркектермен отырған еді. Ас бөлмесінде қатты дауыстар шықты. Мен дереу сол жаққа бардым. Анам ұйықтап қалған еді. Ал бөтен еркектер ыдыстарды алып кетті. Мен анамды оятуға тырыстым, бірақ ол тұрмады. Кейіннен тек менің барымды және айналамыз қоқысқа толы екенін көріп, ол маған ұрыса бастады. Ол мені әр нәрсеге кінәлай бастады. Маған өте қиын болды. Және мен оған ішімдікке қор екенін және әкем дұрыс жасағанын айттым. Оның сөздері маған қатты тиді. Анам үстел үстінде жатқан пышақты алып, мені өлтіруге тырысты. Мен одан қаша бастадым. Ол менің артымнан қалмай қойды. Және де менің жазықты екенімді айта берді. Мен өз бөлмеме қашып кетіп, есікті бар күшіммен ұстап тұрдым. Және де ол кіре алмады. Көп ойланбай, мен терезеден қашу керек екенін түсіндім. Біз екінші қатарда тұрдық. Терезені аша бастаған кезімде анам маған пышақпен жүгіріп келді. Сол кезде терезеден құлап, ағаштардың арасына түстім. Менің қолым өте қатты ауырып, кейіннен сынғанын білдім. Қорыққаннан қатты қашып бара жатырып, қайда кеткенімді өзімде білмедім. Жол бойында тұрған полицияға бәрін айтып бердім. Мені полиция бөлімшесіне апарып, менен бәрін сұрастырды. Бірнеше сағаттан кейін әкем полиция бөлімшесіне келді. Әкем мені өзімен бірге алып кетті. Анамды да полиция бөлімшесіне алып кетіп, оған не болғанын шыны керек сұрамадым. Қазір мен әкеммен бірге тұрамын. Менің кішкентай інім және жаңа анам бар. Біз басқа қалаға тұрамыз. Барлығы өз орнына келді. Бірақ кейде өз бойымнан өткен қиын жағдайды есіме алып, қатты қорқып кетемін.